Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Иман келтіргендерге жәннатта әзірленген небір дәмді тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Рахман сүресі 68-ші аят. Аллах тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталды. Құрма адамзат баласының барлығына танымал, ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таңғаларлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Сондай-ақ Құран аяттары да біздің назарымызды құрманың адам баласына берер пайдасына аударуда. Мәриям сүресінен бір аят келтірер болсақ, сонда оны толғақ қысып құрма ағашының түбіне барды да, әттең ай, мен бұдан бұрын өліп қана мүлдем ұмытылып кеткен болсам еді деді. Періште оның астыңғы жағынан киме, Раббың астыңнан бір бұлақ жаратты деп дыбыстады. Құрманың бұтағын өзіңе қарай сілкі, саған жас құрма түседі деген үн келді. Ал енді жеде, іш, көзайым бол. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғандағы ең үлкен көрсеткіш. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар, босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтқандықтан қанның құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қант толтырушы болып табылатындықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және де сырқаттан әлсіреген жандарға да өте пайдалы, өйткені құрма адамның күш қуатын қалпына келтіреді. Бұл анықталғандардың барлығы Алла тағаланың салихалы Мәриямға не себепті бұл жемісті жеуге әмір еткені даналығын көрсетеді. Себебі құрма ана ағзасына күш береді және де нәрестенің жалғыз ғана қорегі болар ана сүтінің түзілуін жүзеге асырады. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу диетология саласының беделді маманы доктор Доусон бір құрма мен бір стақан сүт адамның ағзасын бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Құрманың құрамындағы окситоцин деген химиялық зат заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дереккөздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанған соң окситоцин ана ағзасында сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизінде түзілетін және де толғақты шақырушы жатыр және жамбас буындарын тарылтушы гормон болып табылады. Ананың ағзасын босануға дайындаушы да осы гормон. Окситоцин гормонының әсері бұлшық ет жасушаларында ана сүтін түзуші ретінде және ана жатырының бұлшық етінде көрініс табады. Босану процесі сәтті өту үшін жатыр бұлшық еттерін дұрыс қысу маңызды. Окситоцин өз кезегінде жатыр бұлшық еттерінің белсенді түрде қысылуына белсенді атсалысады. Сонымен қатар, босану процесі аяқтала салысымен ағзадағы өз қызметін атқара береді.
Ендігі жерде ол сүт бездерінде ана сүтін түзе бастайды. Құрманың құрамындағы бір ғана зат окситоциннің болуы Құрандағы иллахи ескертпе екендігінің дәлелі бола алады. Құрманың медицинадағы зор пайдасы жайлы зерттеулер ең алдымен әйел адамды босандырар кездегі ең таптырмас зат екендігі медицинада ашылған соңғы жаңалық болып отыр. Алайда бұған дейін 1400 жыл бұрын Құранда Алла тағаланың Мәриямға бұл жемістің жүктілік кезіндегі пайдасы мен босануын жеңілдетуші жеміс екендігін өз даналығымен, сонымен қатар құрмада ағзаға тез сіңетін және жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмадағы қант шырыны ағзада қант құрамын мөлшерден асырушы кәдімгі қанттан глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде қан құрамында қанттың көбеюі іш құрылысқа зиянын тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек бұлшық етінің, жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Қанттың көбеюі нәтижесінде көптеген аурулардың ауыр түрінің себебі және де көру қабілетінен айырылуға, мүшелердің жансыздануына, бүйрек ауруына және де қант диабетінің ауыр түріне апаруы мүмкін. Құрмада көптеген дәрумендер мен минералды заттар бар. Олар жасұныққа, майға және ақуыздарға бай. Құрмада минералды заттардан натрий, калий, кальций, магний, темір, күкірт, фосфор және хлор бар. Сонымен қатар құрманың дәнінде А дәрумені, бета-каротин, В1, В2, В3 және В6 дәрумендері бар. Жүкті әйелдің ағзасына және жалпы адамның ағзасына құрмадағы дәрумендер мен минералды заттардың қалай әсер беретіндігіне бірнеше мысал келтіреміз. Құрма 50% қанттан құралған, сондықтан да өте нәрлі. Ол ағзада тез таралады, қант шырыны жүйке жүйені тыныштандырады. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы, себебі 2% ақуыздан тұрады. Сондай-ақ А, В1 және В2 дәрумендеріне бай. Ақуыздар ағзаны жұқпалы аурудан қорғаушы қызметін атқарады. А дәрумені көз бұлшық еттерін жақсартады, сүйек және тіс қатайтады. В1 дәрумені ақуыздарды, көмірсуларды және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жаңаруын қамтамасыз етеді. Құрманың нәрлілігі тұқымдағы адам ағзасына қажетті минералды заттардың құрамына байланысты. Мысалы, жүкті және бала емізетін әйелдерге ең қажетті зат фолий қышқылы. Бұл қышқыл ағзадағы жаңа жасушаның түзілуіне қатысушы маңызды дәрумен. Амин қышқылы жасуша жаңару кезіндегі ағзадағы түзуші жабдық болып табылады. Жүктілік кезінде бұл қышқылға деген қажеттілік 2 есе артады. В9 жетіспеген кезде ағзадағы эритроциттердің мөлшері көбейеді, алайда олардың құрылымдық белсенділігі төмендейді де қан аздыққа апарады. Сондай-ақ бұл қышқыл жасушаның бөлінуі кезінде және де жасушаның құрылуы кезінде әрі нәрестенің анасының жатырында дамуы кезінде ана ағзасы осы қышқылға мұқтаж болады. Ал құрма В9 дәруменіне өте бай. Жүктілік кезінде көптеген әйелдердің біраз уақыт жүректері айнып және де физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзаға калий жетіспеушілігі басталады. Ол кезде жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтарды жеуі тиіс. Кальций құрамада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегін алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса, ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. Темір құрмадағы тағы да бір минерал. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан азықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам
ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Ғалымдар құрманың адамның жүйке талшықтарының қызметінің жақсаруына тигізетін әсерін ерекше айтып өтеді. В6 дәруменінің адам ағзасына беретін әсерін зерттеген Беркелей университетінің дәрігерлері құрманың құрамындағы В6 дәрумені жүйке жүйесін жақсартып, құрмадағы магнийдің бұлшық жұмысында маңызы зор екендігін анықтады. Сонымен қатар, құрманың құрамындағы магний бүйрекке ең пайдалы зат. Күніне 2-3 тал құрма жеген адам ағзасына қажетті магнийдің тәуліктік мөлшерін алған болады. Құрмадағы В1 дәрумені жүйке жүйесінің қалыпты қызметін сау қалпында сақтауға көмектеседі. Сондай-ақ В2 дәрумені ағзадағы көміртегінің тасымалдауына көмектеседі. В1 және В2 дәрумендері ағзадағы ақуыздардың көміртектің және майлардың ыдырауын қамтамасыз етіп, жасушалардың жаңарып отыруына әрі ағзаны қоректі күш-қуатпен қамтамасыз етеді. Әйел адамның жүктілігі кезінде А дәруменіне қажеттілік болады. Құрманың құрамындағы А дәрумені иммунитетті нығайтып, ағзаның сыртқы әсерге төтеп берушілігін арттырады және де көздің көруін жақсартып, сүйек пен тістерді қатайтады. Бета-каротин ісік тудырушы жасушалардың болдырмауын септігін тигізіп, ағзаға зиян беретін молекулалардың жұмысын қадағалаушы қызметін атқарады. Құрманың тағы да бір ерекшелігі ақуыздың көп мөлшерде болуы. Ақуыз өзге жемістерде мұндай көлемде болмайтыны белгілі. Осы бір ерекшелігінің арқасында құрмалар ағзадағы дерттерге, жұқпалы ауруларға қарсы тұрып, жасуша қызметін жақсартып, ағзадағы суды реттеп отырады. Мысалы, ет өте құнарлы ас болып табылады. Алайда ол адам ағзасына құрманың беретін дәрумендерін бере алмайды. Әсіресе жаңа піскен кезінде бұл жеміс дәрумендер мен минералдарға бай болады. Сонымен қатар, қазіргі таңда ет адам ағзасына қауіпсіз деуге келмейді. Бұл ауыр тамақ және де оның қорытылуына көп уақыт қажет. Сондай-ақ адам ағзасында уыт пен холестериннің жиналуына әсерін тигізеді. Құрма өзге өсімдіктер мен жемістер секілді ағзаға пайдалырақ болып табылады. Жоғарыдағы зерттеулер құдіретті Алла тағаланың шексіз ілімі мейірімінің көрсеткіші болып табылады. Құрманың жүктілік кезіндегі пайдасы және оның химиялық құрамындағы ана ағзасына қажетті заттар тек заманауи медицина дамыған соңғы жылдары ғана анықталып отырса, бұл жемістің пайдасы жайлы 14 ғасыр бұрын Құран адамдарға жар салған. Мәриям сүресі 23-26 аяттар.